Ассалаумағалейкум Қазақстан ірі фермерлері, менің есімім Қуанышбек, яғни біз Алматы қаласына арнайы келіп отырмыз. Ербол бауырымыз бізді YouTube каналдан көріп, WhatsApp-ымызға жазып, келіп өзімізге бет-бет түсіндіріп өтсеңіз деп өткенде жазған еді. Яғни естеріңізде болатын болса, осы 2,5 ай алдын біз Шардара қаласында, оңтүстік Қазақстан облысында білімді фермер деген оқу білім орталығын ашқан болатынбыз 4 жігіт болып. Ол жерге көптеген адамдар келді, яғни Қазақстанның оңтүстік, солтүстік, шығыс, батысынан көптеген адамдар өз себептерімен келе алмай қалды. Енді келе алмай қалған бастаушы фермерлердің біз үйлеріне барып үйрететін боламыз, көрсететін боламыз. Яғни Қазақстанның оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс қай жерде 16 қаласына біз барып толық үйрететін боламыз. Осы WhatsApp номерге жазсаңыздар, біз сіздерге толық онлайн және офлайн түрінде үйрететін боламыз. Біздің жұмысымыз тегін, әрине ешкімнен ешқандай ешнәрсе сұрамаймыз ағайын. Тек қана Қазақстан фермерлері бірігіп, көбірек жұмыс істеуге ұмтылайық ағайын. Ондай болса, Ербол үйіне кеттік. Қандай сұрақтар? Керендеп отырмын осы темаға бұйыртса. Көң сатып алам ғой енді. Партнер іздеп жатсың ба, немесе? Жоқ, мен жоқ. Жумай сала берген дұрыс, өйткені денесінде слихи болады ғой. Қарыз қалып беріледі, тауып берілесіз ғой. Европада, неяқтырда бағалар қымбат. Гонжуда Пекинде, мысалға Қытайда 2 миллиард талдың 20 литрдан есептеген автобус. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Ербол болады есім. Қалайсыңдар? Қуаныш болады. Мен мында объект жасаймын сол, стройка ғой. Стройка ма? Үйдің ішін жасаймыз ғой, левка, астаманамын. Не болды андай, қандай сұрақтар? Сол мен жаңа, жоқ мен неден ютубтан көрдім де осы нелер, видеолар көріп отырмын да, дегенше. Сол шоке болғасын ғой, көріп андай темадан ше. Расход-тахоттан, да? Расход-тахот, жалпы, мынандай, көңнен сондай не удобрение алатынын да ше. Шоке болғасын көріп, қызықтым одан кейін ше. Зерттеп батыр, маншетте Өзбекстанға барып батыр жігіттер ше. Сояқтан жаңағыда білім алып, тағы да бір өзбек жігіттерді көрсетті видеодан ше. Сол менден соған керендеп отырмын осы темаға бұйыртса. Дұрыс қой, тамаша. Бұл Алматы қай жерде тұрасың? Мен Жармұхамбет деген ауыл бар, Рахат деген поселок бар, Саялы автосон, Саялы. Соның ар жағында учаскім бар, өзім үй салып жатырмын. Бермәңкі салып жатырмын сондан. Қанша не бар, сотық жер бар? 5 сотық менде. 5 сотық. Бұл бос па? 16 метрге фундамент қойып тады, аншыда кірпіштер үйлі батыр, сол материалдар ше. Ағаш үйлі батыр, біраз нелі. Гүн бармай ұқты? Көң сатып алам ғой енді YouTube немен OLX-тен етіп. Сол ауданда бар ма негізі? Бар ғой, жаңында фермалар, фазында ауыл ғой, жаңында бәр ауыл ғой. Табылады ғой көң иншалла. Оны қандай сұрақ бар мысалға жаңағындай партнер іздеп жатсың ба, немесе? Жоқ, мен жоқ партнер емес, мен просто енді қазір толық ақша жинап жатырмын да, енді сол қазір қыста да айналысып кетуге болады екен. Мен ойлап отырмын мынандай не салып, бір 40 сантиметр бортик көтеріп, пискоблоктар ше, круговой жасап, о деген стойкалар қойып, навес жасап алайын деп отырмын да, крышасын жауып ше, жандарын салафонмен қоршап, чтобы кішкене жылы болып тұрсын да, здание. Содан кейін тыстай берейін деп отырмын көңді ше. Сол мәселесі, ана асырау мәселесі ғой ол. Қалай асырайды мысалы? Оны ма? Көң тыстайсың, одан тағы да біреулер ютубтан да үстіне картошка, асқабақтар тыстап қойды екен ше. Жемді кереді. Ол дополнительный не ғой? Азық болады ғой? Дополнительный. Негізі жаңағындай мейрамханалардан қалып кеткен тамақтар бар ғой, үйдегі жуындылар ше. Вот соларды тастап қойсаң дополнительный бір тамақ болады да. Өздерінің жаңағындай бір витаминдер болады, қыста беретін ше. Сонымен, общем, оны есептегенде былай ғой, қыста да істей беруге болады, бірақ оны не обязательно үстін жаңағы шатыр қойып жауып ше, былайынан жылы нәрсе істеп, оларға постоянно бір витамин беріп, жаңағындай қымбат расходтардың шығудың керегі жоқ та. Өйткені олар жаңағындай биогумустың бағасы да қазір орта бағасы 70 теңге болғандықтан шығынында кішкене азайту керек та, ақшаны ше. Азайту керек, оларға не обязательно көп ақша шығарудың ше. Сосын барып, сразу бір үлкен объемнан бастаған дұрыс та, негізі ше, сол абзал. Өйткені кішкентайдан бастасаң, уақытың өтіп кетеді демек ерге ше. Бір 2-3 адам болып қосылып, партнер болып, жаңағында біреуің көң шығарсаңдар, біреуің соған қарасаңдар, біреуің шылаушын алсаңдар,
сонымен короче үлкен объемда болсаңдар 3 адам болып 2 адам болып тез өндіріп жібересіңдер да. Өйткені бір адам болсаң, например, көңәк бөлесің, үйтесің, бүйтесің, майда шүйде шығыны бар, уақытыңды бөлесің, оған тағы да бір ақша табу керек деген сияқты ше. Сондай да. Сондықтан бір 2-3 адам болып үлкен объемда бассаң болады. Сол абзал негізі ше. Енді оны шылаушының квадрат метрі примерно қазір орта баға 120 мың ба, сондай болып отыр ғой. 120-150-ден де сатады екен. Штучныйлап та сатады екен. Оны бәрін зерттеп тастадым уже. Дайын уже менде ше, бәрі уже. Зерттеп, андай даже Түркістанда мынандай илейтін аппарат бар ғой, 120 мыңға соны жасап. Сепаратор ма? Сондай сатады екен ғой, ютубтан оны да көріп алдым ше. Оны сепаратор жасайтын адам Алматыдан таптық. Қазір бүгін Алматы, бүгін нешесі? 23 ма сондай ғой? 23 иә? 23 ноябрь 2020. Оны сепаратор істейтінді қазір Алматыдан таптық, керемет істелген. Бүгін уже кеш болып қалды, ертең барып түсіретін боламыз да, толық ше. Оның моторшығымен де бар, моторсыз да бар да. Ұзындығы 3 метр екен. Кәдімгі заводской қылып шығарып жатыр екен да. Бақтыбек деген ағамыз соны ютубқа салатын боламыз жақында. Осы 2-3 күннің ішінде ше. Осы Алматы өткенде Шымкенттен салғамыз, Шардардан ше. Ояқтан бері қарай транспортировкасы бар, үлкен да ол. Жаңағындай транспортировкасы кішкене қымбатқа түседі да. Сондықтан әр жаңа қалалы жерден осындай фермерлерге ыңғайлы қылып іздеп жатырмыз да. Мысалға қазір Алматыдан таптық, енді ертең 2-3 күннен кейін соны салатын боламыз. Осы жақын жерде міне Қаскелеңде. Соны енді оның мысалға несін сұрайын деп қазір Бегумс жайлы? Мен қазір енді былай ғой, қазір мен бортик көтерімде еді. Бортик көтерімде. Одан сразу червяк сатып аламын е. Одан жіберім ба, болды ма? С нуля сұрап атсыз ғой яғни? Мен білмеймін ғой кәме братана теманы Все. Оны жаңағы компост жасаудың не обязательно қазір ше? Бірінші ше? Компост жасаудың не обязательно, бірақ компост деген жаңағындай трактор керек оған. Трактор керек. Жаңағы техникалар керек та оған ше? Үлкен техникалар керек. Ол үлкен объемда істейтін адамдарға да. Компост деген ше? 70 градусқа, 80 градусқа ысытып ішіндегі керек емес микроэлементтер бар ғой. Жаңағы жаман вирустар ше? Көрдім мен. Салафанмен қыздырып, ананың бәрін шайып тастайды екен ғой. Көрдім. Оны енді үлкен объемда істеп жатқан адамдар істейді оны ше? Техникасы бар. Ол бізде маған керек. Оған әлі кішкене ерте болады да сізге ше? Сондықтан қазір қыс ауа райы ше? Қыс ауа райы көңді, таза көңді жаңағындай 4-5 айдан 1,5 жылға дейін көң керек. Одан асып кеткен болса, оны уже болмайды. Көңше, 1,5 жылдан асып кеткен болса ше. Неге? Өйткені оның ішіндегі керекті жаңа витаминдер, элементтер ше, жаңбырдың суымен уже өтіп кеткендер 2 жылдың ішінде ше. Кетіп қалған да? Кетіп қалған. Сол жаңағы 3 айдан 1,5 жылға дейін көңді жумай әкеп сала бересіз. Жумай бола ма? Жумай. Неге жумайды? Өйткені біз қазір жаңағы евро стандартқа сай жаңа білімдерді алып жатырмыз Европадан. Сол жаңағы жуылған көң мен жуылмаған көңнің разницасы өте үлкен екен да. Да, сондай ма? Ішінде оның калий, фосфор, кальций дегендердің жаңағы мысалға сол көрсеткіш, например, лабораторияға апарған уақытта сол көрсеткішті жаңағындай жуылмаған көңдікі көбірек пайда береді екен да. То есть жаңа дихандар 100% одан жаңағындай пайдасын алады екен да, дихандар ше, жуылмаған көңнен ше. Ал жуылған көң ол жаңағындай керекті элементтер кетіп қалады екен да. Сондықтан жумай бере берген дұрыс. Жумай бере берген дұрыс. Неге? Өйткені біз қазір көп адам Қазақстанда біле білмейді ғой. Мысалға ше, біреу жуып салу керек десе, бәрі жуып сала береді. Біреу жумай салу керек десе, бәрі жумай сала береді. Мен ютубтан жуып салғанды көріп, жуады екен одан кейін саламын деп көрсетті. Бізде басында жуғамыз. Білмедім де ғой сенде. Білмедік қой, енді біз жаңағындай евро стандартқа сай білімдерді алып атқаннан кейін енді дамып келіп жатырмыз ғой. Білгенімізбен бөлісіп. Онда вообще жақсы болды онда. Жұмысың азайғысы келесі. Жумай сала берген дұрыс, өйткені бұл жерде адаптация деген бар да. Адаптация деген бар.
адаптация деген не ол? Адаптация деген сөз жаңағы бір жерден шлаушын алсаңыз, иә? Оны өзіңіздің жаңа бортыңызға әкеп саласыз, иә? Ол адаптация, яғни ящикте тұрады бетіп. Ол 2 аптада былайынан сіздің неңізге өтеді. Көңіңізге ше, ящиктердің тесігі арқылы ше. Или былайынан аударып қоясыз. Червяктер ма? Червякте өте ма? Шлаушындар басқа жақтан. Мынау сіздің сатып алған жеріңіз. Біреуден сатып аласыз, бортынан, иә? Мынау сіздің таза бортыңыз, бұл жерде шлаушын жоқ. Мынадан ящикпен әкеп, мынаның үстіне қоясыз, иә? Яғни мына жердегі шлаушын, иә? Мына жердегі шлаушын. Ол мына жерде, то есть осы ауданда өскенде, біледі ше? Қай жерде не бар екен. Мына шлаушынды мына сіздің ауданыңызға әкелген уақытта ол адаптация болу керек. То есть оған үйрену керек ше? Ол районға ше? Жалап үйрену керек. Оның ішінде коконы бар, басқасы бар. Не көптеген шлаушындар болады ғой. Жалап үйренеді, 2 аптаның ішінде уже сіздікіне былайынан тарайды. Түсіндіңіз ба? Оны адаптация дейді да. Оның несі бір 2 аптадай ма, максимум бір 3 аптадай болады уақыт ше, үйрену уақыты. Бейімделеді сол басқа жерге. Иә, бейімделеді. Қазақшасы сол. Иә, бейімделеді. Сосын мысалға 1 квадратта 10 квадратқа істейсің, иә? Мысалға қанша квадратты ол жерге жайын деп жатырсыз? Так, қазір мен енді ойлауым керек. Ені мысалға 2 метр болған абзал да. 2 метр. Ұзындығын енді 16 метр, 18 метр, 20 метр жасай береміз. Кете береді, ұзындығы. Адамдарды көрдік кәдімде ұзындығын 100 метр, 150 метр істеп тастаған адамдар бар. Не деген керемет адамдар. Мына өткенде мына жерде Алматыда Қаскелең жақта тоже бір кісіге бардым, үйіне шақырды, үйіне барған енді көптеген адамдарды барып жүрміз ғой, аралап ше күніге. Бәрін ютубқа сала бермейміз да. Вот, видите? Сонымен барсақ, ені қанша метр? Ені 6 метр, ұзындығы 5 метр екен да. Оның ішінде, яғни былайынан жүретін жол жоқ та, оның ше. Ертең мысалға ол жерден шлаушындарды алып, астында биогумусты сепаратор арқылы, елек арқылы өткізіп жаңағындай істеу керек қой. Или жаңағындай жанын алған екен барып, ортасынан жаңағы, в общем, өтетін жол керек та. Көң тастайтыны бар, азық тастайтыны бар, үстіне ше. Ар жақта тұрып бер жаққа лақтыра алмайды. Ыңғайсыз, не расчетный жасалған? Лақтыра алмайды. Соны негізі ені 2 метр болған абзал, ұзындығы кете береді. Енді қыс ауа райы болған екен қазір борт деген бір жағы 30 сантиметр болса, екінші жағы 80-90-100 сантиметрге дейін істеу керек те, былайынан қиғаштатып ше. Түсінде, оны айтты, жаңа қыс ауа райы болған уақытта, салқын болған уақытта өзі мына жаққа өтеді, жылы болған уақытта мына жаққа өтеді, жүре береді. Негізі сол абзал. Үстіне шатыр қоюдың керегі жоқ, үстіне жаңағындай сабан төсеп қойсаңыз болды. Сабан, қозапая, қамыс, анау мынау не бар? В общем, бір шөп шалаңдарды істеп қойған абзал. Олар жаңағындай қозапаяны да қамысты да жей береді екен. Кез келген шөпті ше, бірақ көп уақыт жейді да оны ше. Көп уақыт жейді. Ал сабан ол тез шірейді деген да. Тез шірейді деген да, тез жеп қояды деген да, сосын барып удобрениені тез уақытта, аз ғана уақытта істеп береді деген. Чем жаңағы неден қараған уақытта, басқа қозапая, қамыстардан қараған уақытта ше. Енді оны қазір қыста бастайтын болсаңыз, иншалла қыста бастайтын болсаңыз, бортты сразу солай істеген дұрыс та. Солай жасаймын онда иншалла, Онда отты жасап, былай көтеріп былай. Оны енді қазір кішкене қатты суық емес қой. Биіктігін 30 сантиметр қылыңызда, түп-түзу қылып ше. Түп-түзу қылып. Үстіне шлаушын тастаңыз. Шлаушын тастайсыз. 2-3 аптада олар уже адаптация болып астына кетеді ғой, астына кеткеннен кейін барып, уже жанынан мына байтсан басап, жайлап көтере беріше, бүйтіп ше. Қысқа ше. Қысқа жайлап, азғандай күніге. Бір аптада 5 сантиметр, 2 аптада 5 сантиметр сөйтіп жайлап, бүйтіп қиғаштатып көтере бересіз. Сол, оның су мысалы хлорсыз болған абзал негізі. Хлорсыз бізде су, артезианский, жерден шығып жатыр бізде. Вообще тамаша. Ауылдың суы, ауыл ғой біз жақ. Вообще күшті. Ауыл ғой. Хлорсыз болса, онда жақсы болады да сол. Енді оның жаңағы главный ішіндегі температурасына, влажностьна қарап тұру керек та. Температурасы, короче, 15 пен 20-ның арасында болу керек та. Одан көтеріліп кетпеу керек. Орақ балады екен, одан көтеріліп кетеді екен ғой.
анау шлаушын бүйтіп жүрген уақытта оның жаңа денесінде слегей болады ғой, иә, слегей ше. Күн оның асты ыстық болса слегей қалып кете береді да, бүйтіп ше. Қалып кете береді. А слегейсіз олар өліп қалады. Ал температурасы, влажность 70-80 болатын болса, иә, влажность ішіндегі ше, олар комфортно жаңа өз-өзін сезінеді да, и көбірек жұмыс істейді. Көбірек жұмыс істейді. А егер жаңа температурасы мен влажностьтері нелері дұрыс болмай қалса, олар қимылдау аз болады да, сосын барып жұмыс істеуі де аз болады. То есть 5 айда өндіретін удобрениені олар 7-8 айға істей жібереді да. Жалқау болады ғой. Жалқау болады. Оның ішінде, шлаушындардың ішінде де бар екен жаңағындай жалқаулар ше. Жалқаулар бар екен. О, шетке барып алады екен, жатады екен ше. Ұйықтайды сол техничный өзі кетіп қалады да барып ұйықтайды. Сөйтіп жата беретіндер бар екен. Бүйтіп азғанда біраз күннен кейін шығады екен да, азғандай жейді екен да. Сонымен қайттан келіп ұйықтай беретіндер де бар екен. Олар неге өйтеді олар? Өйткені оларға жаңа либо витамин жетпейді оларға, либо басқа бір заттар жетпейді да. То есть оларға уже дискомфортно да. Сондай екен. Негізі калифорниялық шлаушындар жаңағындай чем басқа жақтағы шлаушыннан қараған көбірек қимылдайды екен да. То есть 24 сағаттың ішінде 9 километр жүреді екен. Даже адам үйтіп жүрмейміз ғой біз. 2-3 километр, максимум 4 километр жүрміз ғой максимум. Или 1,5-2-3 километр. Сондай Калифорния шлаушын деген. Нені температураны қалай біліп отырады? Оған не қойып қойды? Bir аны датчик қойып қойды көзетті YouTube. Иә, бар ғой. Қалайсы? Ол жаңағы мынау базарларда бар. Базарларда сатады. Ол толығымен жасап қойды. 8,000 теңге тұрады. 8,000 теңге. Ішіндегі влажностьне, жаңағы температурасында өлшейінше 2 в 1. Не деп айтылады? Жаңағы білі. Температура датчик. Дәрі тауып алым тастақта бар. Иә. Он табу қиын емес. Болды. Барлық жерде бар ол ше. Сен өзің асырайсың ба бірәтсен? Мен Шымкентте? Жетісайда. Жетісайдасың ба? Жетісайда 240 бар. 240-ты осы 2 айдай болып қалды. 240 не квадрат ма? 240 квадрат метр. Ол дәу жер ғой ол, а? 240. Жоқ, біз ютубта бар. Аса қатты үлкен емес ол. Біз істеген уақытта 2 метр бұртты, 2 метр қылдық, арасында 2 метр ашық қылдық да. Неге? Өйткені біз өткенде ютубта бар, жаңа мотоцикл істедік, муравей алдық да. Соны көтеріліп, бүйтіп тастайтын қылып істедік. Яғни қазір бізде өте активно дамып жатыр ше. Жаңа шлаушындар ше. Муравей бар, муравейге гөңді артамыз да, сразу алып келеміз да, жаңа 2 метр бұрттардың арасы ше. Муравейдің ені 1,20, 1,30 спокойно сияды да. Муравей тіке алып келеміз да, бұрттардың арасымен ше. Орнынан бұрылады, муравей ше, орнынан бұрылады. Жаңа кузовы былайынан аударылады ше. Тіке алып келеміз да, орнына бұрып, аударып кете береміз ше. То есть бір адам жұмыс істейді да, өрде ше. Бір адам, максимум 2 адам салысып тұратын, жайып тұратын ше. Егер трактормен әкелетін болсаңыз, КамАЗбен әкелетін болсаңыз, тракторға ақша төлейсіз отдельно салып бергенге. КамАЗға ақша төлейсіз отдельно әкеліп бергенге. Ол аударып тастайды. Оны жаңа таситын адамдарға төлейсіз. Арба аласыз, басқа қыласыз, иә. Оның бәрі расход екен да, бүйте, майда шүйде ше. Кете береді. Муравей болатын болса, жақын жерден арттың әкелдің орнына, прямо орнына келіп тастап кете бересің. Тарс етіп ше. Оның бәрін зерттеп, қолайлы қылып жаңа ютубқа салып жатырмыз ғой бәрінше. Былай істеңіздер деген сияқты. Қандай канал сіздерді? Профессионал, бегумыз профессионал ККС деген ютуб каналда. Тауып болды? Сіз қайдан алдыңыз біздің номерді? Мен ютубта видеоны көрдім, соның астында тұрды, по-моему. Сол ютуб канал ғой. Шлаушының суреті бар, мультфильм сияқты. Жасыл. Артында шөптері бар. Мультфильм сияқты. Енді қазір өткізгенде Алматыда қай жерде точкалар ол 3 айда дайын болады ғой олай? 3 айда дайын болады, Бегумыз ба? Иә. Жоқ, 3 айда дайын болады. Ол сіздің көңіліңізге де байланысты да, бір жағынан ше. Бір жағынан көңіліңізге де байланысты. Екінші жағынан шлаушын салған, қанша шлаушын саласыз өрге? Көп салған жақсы онда, иә? Көп салсаңыз, яғни бегумысыңызды
тезірек өңдеп береді да. Соны айтамын, иә. Көп Тез салсаң. жұмыс жасайды, иә. Санына да байланысты да. И оны шылаушын алған уақытта шылаушының нығыздығына да байланысты. Нығыздығына да ше. Неге? Өйткені қазір сатып алып жатқан адамдар да бір-екі адамды айтты маған, есімдерін айтпай қояйын. Аға, мынау шылаушының нығыздығы мынандай болып қалды, не істеймін деген сияқты ше. Аз ішінде. Ішінде аз болып қалды деп. Енді мен жаңағыдай предлагать етпеймін да ешкімге ше, өзім табарымша. Енді ұнаса алады, ұнамаса өздері біледі. Жаңағыдай менен ал, анадан ал, мынадан ал деп жаңа ешкімге ақыл айтпаймын да. То есть біздің YouTube канал, яғни товар сатуға емес, адамдарға қолайлы, ыңғайлы, сапалы заттарды тауып беріп, соларға ақыл айтуға негізі. Ал штучный сатасың ба сен? Сататын адам тауып береміз ғой. Сататын адам тауып береміз. Яғни хабарласаңыздар, штучныйда, ящиктеп те, коробкалап та, в общем, жаңағындай ірі-ірі қып ішінде кокондармен, в общем, бағасында келістіріп. Былай, менде қазір бір шын айтсам, қазір өш ақша болмайды, көңіл ету керек деп, қарызға алып бере алады, тауып бере аласыз ба? Қарызға ма? Подира список өтірімен ше. Тауып береміз, иә. Тауып береміз. Мен былай лақтырмай қойды. Біздің мойнымыздағы міндетіміз кез келген жағдайларда көмектесу ғой. Не былай жақын енді бір араласып жүрген елеріңіз болса, мен паспортым бәрін берем, бір список жазып ше. Қанша квадрат керек примерно? Сол мен 10 квадрат, 20, 50 керек, 100 квадрат. Бірақ мен қазір қараңыз, енді қазір мен сол нені қанша салатымды шешіп алайын. Ұзындығы мысалы 20 метр, жоқ менде учаскеме 22 метр. Былай 20 метр жасасам, ұзындығы 20 метр. 20 метр жасасам, или 16 метр ма, примерно ше. Соған 2 метр тастасам, оған қанша тастауым керек? Ұзындығы 20 болатын болса, ені 2 метр. Значит, ол жерде 40 квадрат метр, иә? 40 квадрат метр болады. 40 квадрат метрге негізі сізге биогумус қашан керек примерно? Қалай қашан? Қай уақытқа керек сізге? Келесі көктемге уже керек пе или қалай? Жоқ, тезірек мен сатқанға енді былай тезірек өңдеген жақсы ғой мен. Сатқанға мен оны бірақ ақша табу үшін. Онда тезірек нетіп өңдеп саған сататынсыз. 3 айда дайын болады деді ғой. 3 айда дайын болмайды ғой. Енді 5 ай ма? 5 ай. 5 ай. 5 айда дайын болады. 40 квадрат, мен 100 квадратқа жасасам ше. Мысалы жаңа 1-2 здание жасасам, 100 квадрат десем, одан қанша тонна аламын или қанша килограмм аламыз оны? Смотрите, сұрақ ше бұл ше. Енді ол борттың қалыңдығына да байланысты да. Борттың қалыңдығына да байланысты. Мысалға бір хобада 18 куб болады. 18 куб болады. Бір КамАЗда 12 куб болады. Ол плюс-минус есептеп отырмын да. Плюс-минус 12-11 куб болады ше. Бір КамАЗда 12 куб болатын болса, соның 5 кубы, 5 кубы биогумус болады. 12 кубтан 5 куб биогумус аласыз. 5 куб. Сіз ана жерге яғни 10 КамАЗ түсіретін болсаңыз, өрге 120 куб кетеді. 120 куб кетсе, содан 50 куб биогумус аласыз. Яғни сіз 100 квадрат метрге 10 квадрат метр шылаушын салсаңыз, ол 5 айдың ішінде 10 квадрат метріңіз 100 квадрат метр шылаушын болады біріншіден. Яғни сіз примерно 120 мың теңгеден алсаңыз, 100 мың теңге, 120 мың теңге әр жерде әртүрлі отыр ғой қазір. Мысалы 100 мың теңгеден алдық деп есептейік, 100 мың теңгеден 10 квадрат метр алып 100 квадрат метрге салсаңыз, ол 5 айда 10 квадратыңыз 100 квадрат шылаушынды уже сата бересіз. Түсіндіңіз ба? Яғни 100 квадрат метріңіз қанша болады? 10 миллион теңге болады. 100 квадрат метріңіз? 100 квадрат 10 миллион болады. 5 айда. То есть қазір сіз 10 квадрат метр аласыз, 1 миллионға ше? 100 мың теңгеден. 5 айда ол 10 миллион болады. Шылаушының өзі ше? Шылаушының өзі. Плюс биогумус бар жерде. Плюс-минус 50 куб биогумус болатын болса, бір кубы 70 мың теңгеден, сонда 350 мың теңге биогумус болады. Оны бірақ биогумусты да сатудың өздерінің тәсілдері бар ғой, жолдары бар, кімге сату керек, қалай сату керек. Рекламасы бар, жарнамасы бар, оларға түсіндіру керек, дәлел керек, жаңағы дихандарға ше. Бізде аптекадан бір дәрі алатын болсақ сұраймыз ғой, неге пайдасы бар деп ше. Жақта бәрі соя себет, Алакөл жақта ше.
Соя? Соя себеді, бәрі. Сояны білесіз бе? Жоқ. Күнбағыс бар ғой? Күнбағысында горох бар ғой? Горох. Соның короче, май шығады ғой, сонда тура горох сияқты болады, май шығады ғой. Қытайға кетеді, бізде Қытайға сатады. Бәрі соя себеді, 100 гектар, 50 гектар. Сонымен байып отыр көрсін. Но бірақ та жерді өңдемейді олар, уже майлығы біткен 10 жыл болды, 15 жыл болды, уже сеуіп тастаған. Мен Алакөл жақтанмын өзім. Талдықорған жақтан ше. Бәрі сондай себеді. О деген не свекла себеді бұл жақта ше, кішкене. Ақ свекла себеді. Қант жасайды ғой онда ше. Вот соларға предлагать ету керек, соя себкіштер бар ғой. Олардың ақшалары ғой, онда 100 гектарлап себетіндер ғой. Коттедж салып тастаған онда егізден ше. Ой, олар байып отқанда жетеді, 50 гектар, 100 гектарлапты. Вот сондай кісілермен жаңағы осындай тілін білетін адамдар бірігіп қосылып, иә, ізденіп жүрген адамдар қосылып, партнер болып істесе күшті да. Партнер болып ше. Ол кісіден товар шығып тұрса, сізде білім болып тұрса, басқа бір жерде үшінші адамда шылаушын болып тұрса, иә, 3 адам қосылса, вообще күшті да. Неге? Өйткені жаңағы соя себетіндердің олардың уақыты жоқ, иә. Жаңағы шылаушыны бар адамның, оның да уақыты жоқ, өзінің өйткені шылаушыны бар. Видите, сіздің уақытыңыз бар. 2 адам басын біріктіріп, сіз өзіңізді қосып 3 адам болып, сіз өзіңіздің уақытыңызды бөлесіз да, шылаушынға ше. Анадан жаңағы басқа зат аласыз, мынадан басқа зат аласыз, үшеуіңіз қосылып, бомба үлкен объемда істеген абзал да. Шылаушынды қайдан сатамыз одан, қалай сатамыз? Ол білемін. Шылаушынды осындай бір жарнама қыласыз, түсіндіресіз адамдарға, иә. Постоянно YouTube'a салып тұру керек. Қалай істеп жатсыз, не істеп жатсыз, температурасы қалай болып жатыр. Мысалға біз уже жаңа шылаушынды бүйтіп ұстап тұрып, тілдесетін адамбыз да. Мысалға оған не жетпей жатыр, ауырып жатыр ма, ауырып жатқан жоқ па, неге жұмыс істемей жатыр, настроениесі жоқ па, витамин жетпей жатыр ма деген сияқты ше. Өйткені бізде оқу білім орталығын аштық, білімді фермер деген бізде Шардарада ше, Қазақстанда алғаш болып ашқанбыз. Бізде жататын жай, қонақ үй, азық түлік, жаңағы адамдардың жейтін тамақтары бәрі тегін болған. Қазір істеп отыр ма? Қазір жоқ, қазір істеп отқан жоқпыз. Бірнеше адам келді, өзімізге жаңағында отзыв тастап, ой, молодец, рахмет деген сияқты қылып ше. Сөйтіп енді қазір біз Қазақстан бойынша, яғни оңтүстік, солтүстік, шығыс, батысқа үйлеріне барып, түсіндіріп бүйтіп жүрміз да енді. Жаңағы онлайн түсіндіріп, көптеген қазір WhatsApp-та звондап, қоңырау шалып неғып отыр да адамдар ше. Мынаны қалай істейді, мынаны қалай істейді, бәріне түсіндіріп жатырмыз. Енді жаңағы көп адамдар, үлкен кісілер, басқалар жаңағы онлайнға түсінбейтін кісілер бар ғой. Вот сол кісілердің үйлеріне барып, мынау былай болады, мынау былай болады деген сияқты үйлеріне барып түсіндіріп толық сөйтіп жүрміз да қазір. Өйткені көп адам жаңа оқу білім орталығына не қылмай қойды да. Келмегенде қалай? Өздерінің причиналарымен келмеді да. Бірақ бірнеше адам келіп, оқып, өз білімдерін алып, қазір рахметін айтып жүр да. Сондай. Оның бастайтын болсаңыз, оның түк қиыны жоқ. Бірінші бортты істеп, бортты істеп, шылаушыны тауып, салып қойсаңыз, бір адам андасында бір қарап отырса, өзіңіз қарап отырсаңыз, ішінде температурасы мен влажностьын қарап отырсаңыз болды. Оған түк қиыны жоқ, оған күніге істей беретін жұмысы да жоқ. Тем более сіз кішкентай объем 100 квадрат болғаннан кейін кішкентай объем да ол ше. Кішкентай объем. Оның жаңағы өзіңіздің жұмысыңызды істеп жүре бересіз да. Андасына көң тастап қоясыз. Болды. Оның түк қиыны жоқ. Жазда бар ғой, мен осыны енді былай ойлап отырмын, енді көктем шығады ғой, Алла қаласа, мынандай 2 этажды здание салып ше. 2 этаж здание салып, сплеттерный болып қойған ше. Үстін бірінші этажы монолиттеп, сонымен жаңағындай 2,5 метрден 5 метр, ортасында 2 метр, 7 метр жаңағындай здание жасап, жаңағындай 2,5 метрден былай, ортасында 2 метр жолым бар. Мына жақта тағы да немен жасасам, үлкен штоп, үлкен объемға шығайын деп отырмын да ше. Өзім ойлап отырмын соны ше. Просто анау жазда қалай болады екен, ол қырылып қалмай екен, 20 сантиметр салам ғой, су құйып отырады жазда, Жазда су құйып отырады, Анау негізі жазда үстіне далада болса, сабан төсеп қоясыз үстіне ше. Здание болады ғой менде, көлеңке болады. Жоқ, андай далада болса деп отқаным да. Егер зданияның ішінде болатын болса, сабан не обязательно ше. Өйткені көлеңке болады, салқын болады ше. Оның температурасын сумен жаңағындай түсіріп отырасыз да. Іспетсе ше, сумен түсіріп отырасыз. Егер зданияның ішінде істейтін болсаңыз, сізге онда андай үлкен ящик бар ғой, ящик ше. Үлкен ящик. Сонда істеген абзал ғой. Неге?
Өйткені ол ішіне биік болып кете береді де, бүйтіп ше. Бүйтіп астында бүйегіміз бола береді, үстіне тастап отыра бересіз. 5, 3, 2, 4 сантиметр жайлап бойынша асты уборный болады да оларға ше. Төбесіне жейді да астына кеп тастай береді. Асты уже бүйегіміз болады. То есть жейді, астына кеп тастайды, ол уже бүйегіміз. Асқазаннан өткеннен кейін ше. Бүйтіп жүре береді өздері ше. Мындай квадрат үлкен ящик болады болса. Мен ютубтан көргем, соның төртінде ящиктер қайғаларға салып жатқан. Үлкен ящиктер бар ғой. Жаңағы ағаштан да, темірден де істей берсеңіз болады. Зданяның ішінде негізі сөйтіп істеген абзалда. Ал далада болса өйткені жаңағындай зданяның ішінде бір жағынан қоқыс жатпайды жерде шашылып ше. Екінші жағынан жаңа в общем таза болып тұрады. Үшінші жағынан үлкен объем болады да өрдің қорытындысы ше. 10 куб алатын жерде мысалы 30 куб алуға болады өрдің 25-30 куб ше. Мен енді ана қазір 10 квадрат, 100 квадрат, қанша істеймін, 40 квадрат, 100 квадрат жасасам ше. Содан қанша шығады дедің жаңа, қанша куб бүйегім? Оның несіне байланысты ғой? Минимум қанша шығады? Минимум ба? 100 кубтан ше, 100 квадрат. Оның бурттың қалыңдығына байланысты да. Аз болса аз шығады. Бурттыңыз қалың болатын болса... Қалың десем 40 сантиметр жасасам, мына жағын 80 жасасам олай болады. Ол да болады. Мысалға 40 болса, жаңағындай ол жегеннен кейін, су тигеннен кейін ол бүйтіп отырады ғой. Мысалы 40 сантиметр қылған болсаңыз, ол где-то бір 15 сантиметрге дейін отырып қалады ол. 15 сантиметрге дейін. Оны тастап отыра бересіз. Негізі 1 метрлік жаңағы көң где-то бір 30 сантиметрге дейін отырып қалады. Бүйтіп ше. Бүйегіміз болған екен ше. Оны көп адамдарда байқамай қала береді. Неге? Өйткені анау көң біреулер кусок болады, біреулері осындай ірі болады ше. Арасында воздух болады ғой, Ал егер жаңағындай удобрениеге айналғаннан кейін ол ше, плотно болады ғой, тығыз болады ғой жер. Иә, тығыз болады да, майда болғаннан кейін барып, ол жағынан отыра береді ше. Объем азаяды да. Ол да бар да. Сосын оны мен қазір точно айтып бере алмаймын, 100 квадрат метрден қанша куб бүйегін сөндіретіңіз ше. Өзім бір КамАЗдан примерно 3-тен 1 бөлігі ма сонда шығады? 3-тен 1 бөлігі шығады. Шығады, е? Мысалы, аншетте КамАЗдан қанша 25 тонна, 18 тонна келеді, примерно КамАЗ, е? Хоба. 18 тонна келеді ма? 18 куб келеді. Куб келеді? Куб. Соның 3-тен 1 өші ме? 3-тен 1. 18-ден 6 куб па сонда? 6 куб деген ол былай емес пе? 4 просто бірде бір емес пе? Не ғой? Килограмм айтам, килограмма жасадым. Ол жерде литрмен есептеледі ғой. Влажный болған екенше. Литрмен? Литрмен есептеледі да. Мен сатқанда оны қалай сатам? Тоннамен сатам ба менен? Иә, жоқ, тоннамен емес, литрмен сатасыз ғой. Кубпен. Оны қазір алады, Алматыда алады ғой, не ашылды деген осы кооператив қабылдайтын жер ше. Иә, Алматы, Шымкент осы екі жерде осы көктемде ашылатын болады. Алматы, Шымкент үлкен қалаларды да үлкен объем істеп жатқан. Білесіз ба адрестерін? Енді ол кісілер әлі бастаған жоқ. Бірақ көктемдеошым, иә, көктемдеошым үлкен здание ашылған екен. Адамның бәрі сол жерге апарып тапсыра беретін болады да. Сол бізде соя нетеді мысалы ше, Алакөлде соя себе ма, оның жаңағындай сол посредниктер бар, өзі қабылдап алады да, тупиктерде ше, и Қытайға алып кетеді олар өздері ше, посредниктер. Олар күшті емес етеді. Бұл жерде посредник болмайды, бірақ қабылдап алатын адамдар болады да. Қабылдап алатын адам сол ғой посредник деген, соның өзі ғой посредник. Ол бар кооператив посредник, ол бар бір жаққа өткізеді ғой, шетелге ма, ол үстінен 70-ке алды ма, ол 150-ге ма, 160-қа ма, ол өткізеді ғой уже. Ол бос қойдырмайды ғой ондай адамдар, ол бәленбай. Ол сол ортадағы адам посредник, делдал дейді ғой, сол алып басқаға сатады. Ол алады да, басқа бір адамға сатады да. Ондай да бар. Иә. Ол бәрі интерес болмаса, ол босқа қабылдамайды ғой. Ол үстінен 30 теңге болса да, 50 теңге ма, аппетитіне байланысты, 70 теңге ма көреді ғой ол. Даже одан да көп көреді ол ше. Европада, неяқтырда өші бағалар қымбат қой олар, қатты қымбат. Бізге өзіміздің ақшамыз берсе болды дейсіз ғой. Иә. Қаншаға сатса да? Иә, ол өз темес неміз ғой, ол дүзене ол сатады ол деген сол. Осылай бізге өткізетін жер табу керек те. Бізге сол сатып алғанның өзі бізге үлкен плюс ғой. Соның өзі, иә.
бізге Бұл өте қазір бұны халық білмейді ғой, бұны көп нетпейді ғой, мән бермейді ғой. Білмейді әлі Қазақстанда. Бұны сол өткізетін жер проблема да. Шылау үшін одан кейін өткізу проблема. Оны балық ұстайтындар ала ма бұлар? иә, балық ұстайтындар да алады, өйткені шылаушыл қызыл Калифорнияға шылаушылға балықтар өте қызығады ғой. Қатты болады олар ше балықтарға. Оларға жаңағындай штучный сатсаң, мысалы қай жерде теңіз бар, балық ұстайтын жер бар, сол жерге одноразовый жаңағы нелер болады ғой, тамақ салатын ше. Иә. Соған азғандай көң салып 100 штуктарын бүйтіп қойып апарсаң штуга. Әр жерде әртүрлі ғой, бір жерде 15 теңгеден, бір жерде 10 теңге, бір жерден 7 теңге, бір жерден біреулерде 5 теңгеден сатады вообще. Не среднем 10 теңге ғой бір штуга ше. Аналар жаңа осы Алматыдан көрсетті, бір әйелдер жоғары жағында, осы тау жақта ма осындай не биогумус жасап жатыр екен. Алма егейін деп отырмын дейді, бәленбай туып алма, сол алмаға тастаймын дейді биогумусты ше. Балық ұстайын деп отырмын дейді керісіп. Жанында бір партнер бар екен, ақшасы бар ғой көрініп тұр. Тағы да ниет ұстайын, балық ұстайын деп отырмын дейді ше. Тау жақта бір іште балық ұстайын деп отырмын дейді, тағы да қымбат балықтар ше. Балық туралы да өткенде салғанбыз, бізде де ютубта бар. Ма? Иә, отчет растаймыз, жаңағы қымбат балықтар ше. Бассейн қылып, таудан келетін сулар бар, таза су ше. Оны таза суға ұстау керек қой бақты. Мен жаққа келмейді. Ағын суда ол ше, ағын су. Мен жаққа келмейді. Сіздің просто қаяқта екеніңізді білмеймін осы. Мана Шамалғанға кетіп жатқанда жол бар ғой. Егер су болатын болса болады. Оларға главный судың несі ғой? Калориясы, жаңағы тазалығы ғой. Біз негізі жазда индюк ұстайын деген, индюк, жаңағындай тауық, кішігірім ше. Ол деген осы темені биогумусты көрдім ғой, биогумусын ақпалды негізі. Тауықта кішкене ол неткені көп қой оны. Бұның жұмысы да аз бұның ше. Иә, сома осында жасайын ба деп отырмын. Көп ақша ұстайсың сразу. 5-6 айдың іште уже 1 миллион да 10 миллион қыласың, 10 миллион, 100 миллион қыласың ше. Көп дәу жер кереккен ғой ше. Енді қаражат болса, болмаса партнер болса, үлкен жерден бастаған дұрыс қой. Үлкен жеріне гектарлап поля бір нәрсе сатып алып қой. Мынау иә, не жақта, Қапшағай жақта өткенде осы ютубқа сағамыз. Бір кісі 5000 квадратқа уже бастайын деп отыр да. Қазір жайларын істеп отыр ше. 5000 квадрат метрге сразу. 5000 үлкен фазан не ғой, фазанда бір. Ол кісінің өзі почти бір 2700 гектар жер бар екен. Жер көп екен. Оны тау менікі деген ұқта шок болдым ғой. Тауды айтып тұр ғой. Оны тау менікі деді ғой. Ақшасы бар ғой, миллионер ғой. Сатып алсаң тауды ше. Біздің YouTube каналда тұр ғой қазір. Ақшасы бар ғой. Так что ол кісі басқа да бизнесмен кісі ғой негізі. Ақшасы бар ғой. 5000 квадратты анау адам бастай алмайды сразу. Иә. Значит, уверен болып тұр да ол. Көңіне, сабанына, шығынына төтеп берем деп тұр да ол ше. Жұмысшылар жеді. Онда жұмысшылар болса болды ғой, короче, ақша башлайды еді, болды ше. Главное ақша болды. Теңге ғой болды. И бәрін грамотно үлгеріп, істетіп жасасаң болды, любой нәрсені. Мен жасаймын, но ақша жоқ қойды. Мен қазір даже көңге теңге жоқ. Мен кішкене жинаймын енді. Оны көңге болғанда жайлап істей берсеңіз болады, оны астысын түк керек жоқ. Бір камаз әкеп қойыңыз көңді, сосын барып шылаушын қойып қойыңыз да, азған ақша болғаннан кейін екінші камазды әкеп үстіне қойып қоясыз, үшінші камазды әкеп үстіне себе бересіз жайлап. Ол бірден жаңағындай Үйтекті бір камазбен бастаймын ғой, 50-25 мың теңге деді ғой бір күні бір камаз. Сіздерде 25 мың теңге ма? Білмеймін, ютубта айтсатқан еді 25 мың. Ол неге байланысты ғой? Аудандық аймақтарға, мысалы оңтүстік Қазақстан, солтүстік Қазақстан. Мысалы солтүстік Қазақстан, мынау жаңағы ояқта көң тегін екен да, мысалы мынау Семейден адамдар хабарласып жатыр ше. Бізде көң тегін деп жатыр да. Ар жаққа мындай сайлар бар, сайларға апарып тастай береді екен ше. Қостанай жақта, Семейде жаңағындай апарып тастай береді екен. То есть ол уже мусор да. А егер ол сол Семейдегі кісілер болмаса басқа да бір кісілер партнер болып ше, үлкен бір партнерларды, ақшасы бар адамдарды тауып, жаңағындай сол жерден бір үлкен жаңағы
1-2 гектар жерді алып, сол көңді әкеп ровно жайып қойып, үстіне шылаушын салып қойса болды ғой, оның түк қиыны жоқ қой. 2 адамды қойып қойса болды. Ол миллионер болып тұр ғой ерде ше. Просто көптеген адамдар үйтіп істемей жатыр. Неге? Бұл жаңадан келіп жатқан бизнесті Қазақстанға ше. Білмейді ғой. Пайдасын жаңағында әлі сезінген жоқ та Қазақстан ше, оның пайдасын. Мысалға, Қасым Жомарт Тоқаев 2025-те 2 миллиард штук талға, 2 миллиард талға по всему Қазақстану тапсырыс беріп жатыр да. То есть біздің Қазақстанның экологиясы уже өліп жатыр. То есть минусқа кетіп жатыр. Бізде воздух жоқ, ауа қысымы жаңағындай неғып жатыр да. Жаман ше. Ана тал, то есть соны ауаны тазалайды ғой, негізі шаң тозаң анау мынау деген сияқты. Мысалы Алматының өзін, Алматыда өткенде жаңағы Қасым Жомарт Тоқаев жаңа экологияның мен неге жаңа не алды, депутат бар ғой, депутат ше. Сол кісіге айтты, жаңа мысалы уже Алматының ішіндегі заводтарды шетке шығарыңдар деп ше. Шетке шығарыңдар жайлап. Өйткені ауа жаңағындай дышать невозможно. Алматыда ше, ауа жаман. Жаңаздың нәрсе қапырық қой жерді. Мысалға, вот ненің өзінде Пекинде, Гонжуда Пекинде, мысалға Қытайда, столицада. Көптеген заводтарды уже шығарып тастаған ғой, қашан? Өйткені орта ауа жоқ та. Жаман лас ше. Ақ көйлек, азында ақ көйлек киіп шығасын, әбетте уже жағасын қарасан қап-қара болып тұрады. Қап-қара болып тұрады. Сондай қылып Алматыда істеп отырды. Соған енді қараңыз, тақырыптың басына келетін болсақ, 2 миллиард талға әрқайсысына 20 литрдан биогумус керек. Талға ше, 20 литрдан биогумус керек. 2 миллиард талдың 20 литрдан есептеген болды. 40 миллиард, 40 миллиард литр. Оны 70 теңгеден есептеген оқта 1 литрінше. Ол пәленбай триллион ақша болып кетеді ол ше. Біз жаңағындай экспорт анау емес, Қазақстанның өліп қалған жерлерінің өзін қалпына келтіруіміздің өзіне 3-4 жыл әшейін керек та. О, конечно. 3-4 жыл ше. Әшейін керек. Түркістан жақта көп екен, биогумус жасайды не? Шымкент жақта көп, жақсы активно дамып жатыр ғой Шымкент жақта. Ой, Шымкент жағы ол пысық қой жақтадан бері. Пысық. Мысалға көп адамдар келеді да, жаңағындай экспорт дей береді да. Экспорт. Саған какая разница экспорттап шетелге сат или сол бағамен Қазақстанға сат? Осы жақтан алатын болса, конечно, осы жаққа сатады ғой, не керек өтеді. Жоқ, андай көп адамдар просто сұрай береді да, экспорт қашан болады, экспорт. Какая разница? 70 теңгеден жаңағындай шетелге сатасың или 70 теңгеден өз еліңе сатасың. Саған ақшасын берсе болды емес па? Зато өз еліңе сатсаң, жеріңді тыңайтып аласың. Жоқ, онда ашылса жақсы ғой, сол ашылған күтіп отыр ғой бәрі халық ше. Біз қазір оны жасап алып қазір күтіп отырмын, қашан ашылады екен деп. Оны бастайын деп отырмын иншалла. Оны күтудің несі жоқ, қажет жоқ ше. Өйткені кәдімгі Қазақстанның диқандарының өзі алып қояды ертең көктемде ше. Қазақстанның диқандарының өзі оған арбузға да себеді, кез келген нәрсеге себе береді ше. Жерден не өседі, талға да. Иә, удобрение ғой. Енді бұрында қарасаң, мысалы біз өзіміз ауылда болған кезде сол көңді тұтайтынымыз ғой. Әкеп ше, көңді туп әкеп себетін ғой. Удобрение, сол ғой міне, удобрение ғой міне. Көң себетін ғой жерге. Ана жатып қалған көңге болады ғой. Жазда соны себетіміз. Ауылда соны, ауылда мына бәрі көңнің бәрін осыған поляға тастайды ғой. Иә, ондай да бар. Өткенде біз поля енді аралап жүрміз ғой бүткіл Қазақстанша. Сөйтіп көп адамдар сөйтіп көңді әкеп сала береді екен да. Сөйтіп ол кісілерге түсіндіріп айттық, сіз көңіңізді одан да мына жерге жайып қойыңыз, ішіне сұлаусын салып қойыңыз. Ертең көктемде осы биогумусқа айналады, апарып тастаңыз. Ол жерде сіз уже конкретно 100% удобрение аласыз. 2 есе көп. Мысалға 1 гектардан 35 тонна арбуз алып жүргендер, қарбыз алып жүргендер ше, 55-60 тоннаға дейін алып отыр. 55-60 тоннаға дейін ше. О, мықты шығады екен, Ол жаңа анар бар ма, жерден общем не өседі, соның бәрін 2 есе шығарып тастайды. Бірақ сен сәбіздің темасын білесің бе? Сәбіз, картошка темасын. Оның темасын білмейміз. Поля сепсем ба деп тоже ой бәрін.
картошканың темасымен біз 2014-те ма 2015-те ма Омскда қытайлармен жұмыс істегенбіз. Енді оларға қара жерге егеді, олар 400-500 гектар жерге егеді. Өздерінің беретін дәрілері бар олардың ше. Олар химикатпен береді, дәу шығарып бере береді олар. Химикат ол адамға барып нетеді ғой, адамға келеді ғой, денесіне бар ғой. Иә, одан неше түрлі аурулар шығады ғой. Химикат бар ғой, химиялар бар ғой, көпші. Кальций теуіп тастайды екен ғой денеден, мысалы врачтар айтып отырған бізде ше. Кальцийді ма? Кальций теуіп тастайды екен адам денесіндегі ше. Кальций азайып кетеді, одан сүйек сынғыш болып кетеді, шал адамдарда ше. Кальций сүйек сынғыш болады ғой. Кальцийдің бәрі мына сүйектің бәрі кальций ғой. Кальций азайса сүйегің тез шынады, мысалы қотырың жазылмайды жаңағыдай ше. Сондай ғой, бір врач айтып отыр Қытайдан келген ше. Бізге не же мына лапша, жаңағыдай жаман нәрселер жейді ғой. Ішіп жейтіндер. Энергетика анамда бәрі химикат қой. Химикат, сол кальций мен витаминдер теуіп тастайды да адамдар, витамин азайып кетеді, адам семіріп кетеді, қарын шығып кетеді, белде шығып кетеді ше. Америкаға барғанда сол ғой, американецтердің нелерін байқайса, ол көп мына химикат болды, удобрение нелермен етеді. Бізде балалар бар, бір байғансып болған, соның көкесі айтып отыр да, Америкадан секция ашыпты күресі байғансып қой өзі. Семір болып дегеніміз, бұл сейіп айтып отыр да, тамақты өте байқау керек екен Америкада ше, Америкада жүр өзі. Күрес секциясын ашқан екі қазақ сояқтан. Сол айтып отыр да. Семір бапты фотосын көрсетіп алдым да. Действительно семір адам ісініп кетеді ғой күні. Адам ісініп кетеді. Химикат жегенен. Анау бәрі малды да химикатпен уколмен егеді мысалы ше. Сағат неше болды?